Қымбатты көрермен, бағдарламаны жалғастыра отыра, эфирімізге жаңа ғана қосылып жатқан көрермендеріміз болса тағы да қайырлы таң дейміз. Естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Эфир нөмірі 33-90-35. Ал енді бір ақпараттарға шолу жасап өтсек, Аққулы ауданында Жастар Лайф ел жастары кітабының тұсаукесері өткен болатын. Кітапқа Аққулы өлкесінің 18-35 жас аралығындағы дарынды жастары енген. Шараға аудан басшылығы мен кітапқа енген жастары қатысқан болатын. Осы Аққулы ауданының кітапқа енген жастарымен осы кітапты жазып көпшілікке ұсынған авторларымыз студиямызға келіп отыр. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Аққулы ауданынан бірден осы студиямызға келіп жатырсыздар. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгенге үлкен бір алғыс білдіреміз өздеріңізге. Енді ең біріншіден көрерменге өздеріңізді таныстыра кетсек, осы кітаптың ең бір басында жүрген Аққулы ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесінің басшысы Дарико Табулова өзіңіз келіп отырсыз, және осы Аққулы аудандық орталықтандырылған кітапхананың әдіскері Майгүл Әділшенова бүгін студияда қонақта. Енді өздеріңіз таныстыра кетсеңіздер, студиямызда осы кітапқа енген жастарымыз да келіп отыр. Дарико ханым, өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Ал енді біздің кітапқа енген жастарымыз 18-ден бастап 35 жасқа дейін. Енді сон бірі біздің керемет спортшымыз Мұнара Көптілеу, сіздердің назарларыңызға, және де біздің жас суретшіміз Дәулет Хасенов. Тамаша. Қымбатты көрермен, егер аңғарған болсаңыздар, дәл қазір студиямызда да суреттердің түр-түсі ауысып жатыр. Мінекей керемет осындай портреттермен толығып жатыр. Осының барлығы бүгін студиямызға келіп отырған жас суретшінің еңбектері. Ал енді жалғастыра кетсек, осындай жастарды қолдауға арналған, жастардың еңбектеріне назар аударуға арналған кітапты шығару туралы идея қайдан келді? Айтып берсеңіз, Дарико ханым, өзіңіз. Негізі әр жобаны біз жоспарлаған кезде ең бірінші ойлаймыз. Ең бірінші қалай біз қызықтырамыз. Сол жобаға қатысушыларды және жалпы адамдарды. Сондықтан енді жастарды әр жобаға кіргізу, енгізу, қатыстыру өте қиын. Өйткені оларды қызықтыру керек. Енді біз өз жастарымызға сондай керемет мотивация берейік деп, және де алға бассын, көрінсін, дәл осы кезде, дәл бүгінгі кезде біз одарды алға басып, кішкене итермелейік деген сондай мақсатымен біз осы жобаны ұсынып, қандай идея істейміз, не істейміз, қалай жасаймыз деген кезде сонда ойладық. Қалай бізде осылай айтқанда да Қазақстанда уже дәстүрге енгізіп кеткен деп ойлаймын өзім. Жақсы адамдарды қашан айтамыз? 80-90 жасқа келгенде, немесе о дүниеге кеткен кезде. Неліктен осы жастық шақтарында бірден халыққа танымал қылдырмасқа деген ой ғой? Танымал қылдырмаймыз, дұрыс. Сондықтан енді жастарды дәл бүгін көрсетейік деп, сондай мақсатымен. Өйткені жастарымызды бүгін өзіміз тарихқа кіргізсек, ертең олар одан әрі өседі деп, сондай енді ой келді өзіме. Сондықтан қыздарға айттым, қыздар, ал міне жобаны өзіміз дайындап жатырмыз. Енді мынандай идея келіп отыр, кітап шығарайық. Енді өзім кітапханашыларым мені қолдап, әрине Дарико апакына істейік, жасайық. И облыстық кітапхана бізді өз бір жобаларында әкеп, бізге презентация жасайсыңдар деген кезде осы идея туып, енді міне соны ұсындық. Мамыр айында облыстық кітапханада үлкен шара өткіздік. Сол жастарымызды сонда шақырып, қонақ ретінде олар өз таланттарын көрсетті, ән айтты, және міне жас суретшіміз Дәулет Хасенов өз жұмыстарын көрсетті. Яғни көрме ұйымдастырды осы шара барысында. Тамаша. Енді студиямызда мінекей осы кітапты келіп отыр. Көрермендерге ашып көрсетіп жіберсек керемет болар еді. Мінекей қымбатты көрермен, осы Аққулы ауданының жастарының барлық осындай табысты
өнері өрге жүзген жастарымыздың туралы ақпарат жазылған кітап осы жерде, студиямызда. Дәл қазір мен енді студиямызға келген қонақтарымызды тауып алғым келіп тұр. Ішінен рұқсат болса. Спортшы. Үш бөлімнен тұрады екен, иә, байқасақ. Кітап жайлы қысқаша айтып өтсем, бұл кітаптың идея авторы өзіміздің басшымыз Дарика Абаққызы болып табылады. Кітап 3 бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлімінде осы өзіміздің кітапханамыздың қабырғасында басталған кешкі кітапханасы жобасы бар. Сол жоба туралы осыдан 1,5 жыл бұрын осы студияға келіп өзіміз айтып кеткен болатынбыз. Сол жоба бойынша атқарылған іс-шараларымыз осы кітапқа енгізіп отырмыз. Әрбір неден кейін, іс-шарадан кейін, мына кітапты қарап отырсаңыз, QR-код бар. Сол QR-код арқылы бірден біздің Instagram парақшамызға өте аласыздар. Сол жерден іс-шараның қалай өткенін көруге болады. Ал екінші бөлімде Аққулының талантты жастары. Сол талантты жастар жазылған, яғни оның ішінде ақындар, суретшілер, дарынды жастар, әншілер кірген. Ал үшінші бөлімде Аққулының енді спортшылар енгізілген. Дәл қазір мен спортшылар жазылған бөлімді ашып отыр. Мінекей, қымбатты көрермен, бүгін студиямызға келіп отырған қонағымыз Мұнара Көптілеудің осы Мұнара Көптілеу туралы ақпарат жазылған. Барлық ақпаратты табуға болады және онымен қоса жетістіктері барлығы анық жазылған. Енді осы орайда өзіммен сұхбат құрсақ, білуімше мұнда жазылғандай волейбол спортына баса назар аударады екенсің. Бірақ онымен қоса осы аудан аралық көптеген спорттық шараларға жиі қатысады екенсің. Иә. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Бұл мен мектеп кезінен бастап волейболмен айналысқан болатын спорт түрімен. Содан 8-9 сыныптардан бастап қалалық құрамаға өттім. Сол құрамада 6 жылдай волейбол ойнадым. Павлодар волейбол клубында ойнадым. Ең басты назарым волейбол спорты ұнайды. Өйткені волейбол қалған спорттардан қарағанда қозғалыс көп. Және айтады ғой, волейболисттардың бойы ұзын болады. Мен бала кезінен бойым ұзын болғанын қалаған болатын. Сол себепті негізі волейбол спортын сол арқылы таңдағам. Одан кейін... Тек қана осы бой ұзындығына қарап. Иә. Содан кейін ары қарай кәсіби волейбол ойнап бастадым. Қазір ауыл арасында кішкентай жарыстарда ойнап тұрам. Айтады ғой, любительский деп, ауыл аралық. Өзім волейбол қойып кеткеніме 1,5 жылдай болды. Өзім волейболдан спорт шеберіне өткенмін. Тамаша. Енді мына жақта байқасақ жетістіктеріңіз жазылған. Барлығы осы жетістіктер, әлде бұдан да көбірек па? Бұдан да көбірек жетістіктерім бар. Ең негізгі деген жетістіктерімді жазып кеттім. Өйткені жасөспірімдер арасында волейбол құрамасында Қазақстан Республикасының чемпионатының жеңімпазымыз. Одан кейін бізде осы Аққулы ауданының өзінің ерлер арасындағы командасы бар. Сонымен осы біздің облыстық спартакиаданың 4 дүркін чемпионымыз, қатарынан жеңімпазы. Сол 4 рет қатарынан жеңгеннен бізде Ақбидай республикалық ерлер арасында жарыс өтеді. Соған жолдама алған болатынбыз. Барып, сол жарыста Құдайға шүкір, қалай айтсам болады, финалға өттік. Бірақ қанша дегенмен айтады ғой, күштірек, бақшама деген өкінішке орай 2-ші орын иеленіп сонымен. Енді естуіміз бойынша өзіңізде волейболға қатты қызығушылық білдіреді екенсіз. Кеше ғана осы аймағымызға үлкен бір жаңалық келіп жатыр. Осы өңіріміздің аймақтық волейболшылары чемпион атанып жатыр екен. Өзіңіз де білесіз, ол жағын? Иә, білем ол жағын. Оны өзімнің бірге сол жасөспірімдер арасында Павлодар құрамасында ойнаған кезде бірге ойнаған достарым бар ішінде. Таныстарым бар, сонда араласқан. Әрине солармен хабарластым, құттықтадым әрине. Қанша дегенмен... Қазір де студия барысында көрермен осы экран арқылы құттықтап жүрсеңіз де болады достарыңызды? Осы жалпы командаластарыңызды? Құрметті
командалас достарым, сіздерді осы Қазақстан Республикасының кубогының 2 дүркін қатарынан чемпион болғанына құттықтаймын. Ең бастысы алға қойған мақсаттарына жете берсін, жеңімпаз бола берсін, биік белестерді бағындыра берсін. Тамаша. Ал біз осы орайда қымбатты көрермен, өздеріңіздің назарыңызға шағын үзіліс ұсынбақшымыз. Үзілістен кейін бағдарлама жалғасын табады. Тағы да естеріңізге сала кетейік. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Эфир нөмірі 339035. Біздің бағдарламаға қоңырау шалып, өздеріңізді қызықтырған сұрақ сауалдарыңызды қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан арна барысында қызықты сұхбатпен, осы сұхбат ретімен бізді қарауды ұмытпаңыздар дегіміз келеді. Ал біз бағдарламаны жалғастыра отыра шағын үзіліске керек берейік. Арна қосылу болсын. Бізбен бірге болыңыздар. Мен Алихулова Айнұр, құс бағушысымын. Осы салада 7 жылда еңбек етіп келемін. Осы жұмыртқа сіздің дастарханыңызға жетем дегенше ұзақ уақыт жол жүріп келеді. Корпустың ішіне кіргенде тауықтар мені жақсы таниды. Менің жүріп тұрғанымды, даусымды сезеді. Осы жерден мен температураны қараймын, ылғалдылығын, 3 рет тамақтандырам осы құрылғы арқылы. Еңбектің нәтижесін көру үшін еңбекқор болу керек. Балапанды 95 күнде команда ретінде өсіріп, бағып, қағып, бала ретінде қарап, оны үлкен корпусқа өткізгеннен кейін, олардың сапалы жұмыртқа беру үшін бәр жағдайын жасап, вакцинациялық шараларды өткізіп, өз нәтижемізді көреміз. Және ол бізге қуаныш әкеледі. Еңбекқор болу керек. Еңбек етпесен жұмысында алға баспайды. Еңбек істесен ерінбей, тояды қарын тіленбей. Жұмысым жақсы көремін. Осы салада жұмыс істегеніме өкінбеймін. Қымбатты көрермен, жалғастырамыз. Жастары лайф, ел жастары кітабының тағы бір кейіпкері, жас суретші, өнер иесі Дәулет Хасенов те студиямызда. Дәл қазір керемет әсемдік беріп тұрған суреттері де бар осы студиямызда. Енді өзіңіз өз еңбегіңізбен таныстыра кетсеңіз. Алғашқы рет көп рахмет. Студияға шақырып отқаныңызға, Дарико Абаковнаның арқасында ол болып отыр. Мен бірінші рет көрмеге шақырды. Бірінші рет облыстық Павлодар инновациондық Торайғыров кітапханасына. Сонда айтқам, мен жоқ қатыспаймын деп. Ол айтты, қатыс деді. Жұмыстарын сәнді, күшті бұл жұмыстарын. Сенде суретші Аққулы ауданында жоқ деді. Сосын ойланып, жарайды қатыса салайын деп, кітапке кірем деп ойладым. Жарайды жұмыстарымды бердім, мәліметті бердім. Сосын ол апарғанда енді сұхбат бердім сол неде кітапханашы қызға. Сонда сұрады, жетістіктеріңіз бар ма деп, қандай жетістіктеріңіз бар. Мен айттым, балалардың жетістіктері көп дедім. Аудандық, облыстық, халықаралық жетістіктері көп. Сосын не неткенде, қалай өзі, бір сәлем айтып жүрсем бола ма? Иә, әрине. Өнер мектебіне үлкен сәлем. Дарико Абаковнаға рахмет. Сосын Ерболат Асқаровичқа, сосын Қанат Мұтайчқа үлкен сәлемді жіберем. Ол кісілер болмаса, 7 жыл бұрын мен тастап кеткім келген сурет салуды. 7 жыл бұрын. Неліктен не себеп болды тастап кетуге? Сұраныс болған жоқ суреттерге. Сұраныс болған жоқ. Мен оқуға түсірген жоқтым сол кезде. Осы орайда өзіңізден сұрағым келеді, Дәулет мырза, ал өнерді қайта жаңғыртуға мотивацияны қайдан алдыңыз? Бір кездесу болды өнер мектебінде. Өнер мектебі ашылып атты жаңа ғана.
сонда бір кіріп қалғанмын. Сонда бір Қанат Мұтаевич деген кісі айтты, оқисың ба деді. Мен білем деді, сен суретшісің, керемет суретшісің, балаларды оқытасың ба, сосын келгенсің, оқып келгенсің. Жарайды дедім, оқытайын дедім. Сосын ол мені колледжға түсіп жүрді, сурет мамандығында. Сол Павлодар көкем сурет колледжіне түстім. Сонда мұғалімдер болды, 2 мұғалім. Алтын Ибраевна деген қатал маған сын айтты. Бұлай қателіктерім бар екен деп. Сол қателіктерден сабақ алып, мен сурет жаңадан бастадым, жаңа салудан. Басқалардан қайталанбай суретті сала бастадым. Басқаларға ережеге сай емес суреттерді. Тамаша. Енді міне байқап жатқан осы суреттер жайлы айта кетсек, бүгін студиямызға 3 суретіңіз келген екен. Ең бірінші сурет, бірден көзге түсетін суреттердің бірі деп айтуға болады. Осы қазақтың ұлттық киімін киген қазақ қызының суреті. Ол бір қыз, таныс бір қыз болған. Бір театр. Өмірде бар, иә? Иә, өмірде бар. Өмірде бар. Актриса қазір ол қыз. Бірақ та қазір атын айта алмаймын. Айтқанда сұхбат барысында атымды айтпа деп. Бірақ суретін жіберуге рұқсат берді. Иә, суретін жіберуге рұқсат берді. Ол бірінші алғашқы сурет салғаным 5 жыл бұрын салған ол суреттер. 5 жыл бұрын. Иә. Мынау көріп тұрғаныңыздай Ай Шолпан деген бүркітші қыз атында тұрған. Иә. Сол суретті бүркітті бірінші салан деген жай бүркітті. Сосын қарап мәлімет жинап бастадым. Мәлімет жинап, сосын қарадым да бір сурет көзіме түсе қалды, фотосурет. Фотосуретте бүркітші қыз дейді. Қарасам қазақтың қызы екен. Монғолияда жүріп бүркітті үйреткен. Саятшылықпен айналысады екен. Соны зерттелей бастадым, суретін сала бастадым. Бірінші 2 суреті шықпай қалды. Мен оны неге тастап жүрдім? Иә, әрбір еңбек көп. Үшінші рет мынандай сурет шығыпты. Үшінші рет маған ұнағаны сол ғана. Бұл қазір біздің студиямызда 3-ші сурет. Иә, 3-ші сурет. Енді жалғастыра кетсек, қасқырдың бейнесі Көкбөрі. Көкбөрі ерте замандан ол кісілер оны өзінің несі болып, тотемі болып көрген. Ғұғымда да, сақта да ол не болып тұратында, қалайсы? Түркілердің символы болып тұратында. Животный стиль дейді. Ан стилі деп атайды. Ан стилі атанады. Сондай стильді мен сурет салғам. Мынау суретке, шын айтсам, 7 жыл. 7 жыл болған екен. Бірінші суретін мынау. Анды салған. Енді қасқырдың суреті несі тұр екен, тағы да бір ақпарат қоса кетсек, негізінде қасқыр өзі де бір киелі жануарлардың түрі болып жатқызылады ғой, яғни бірлікті, ұйымшылдықты дәріптейтін ан болып саналады. Яғни қасқыр деген ешқашанда жалғыз жүрген қасқырды көрмейсің, әрқашанда үйір-үйірмен жүреді деп жазады. Және осы қасқырдың тісі де түрлі киеден сақтайды деп айтып жатады. Сол себепті атам заманнан бабаларымыз қасқырдың тісін мойнына іліп тұмарғылдап жүрген деп айтып жатады. Енді осылай суретте де тұрған соң ақпарат қосып жүргенде жөн көріп жатырмын. Ал енді жалғастыра кетсек, осы жастар лайф, ел жастары, бұл алғашқы жоба, кітап. Бірінші том деп айтуға бола ма? Бұдан әрмен қатар жалғаса ма? Бірінші жиын. Бірінші жинақ. Өйткені бізде өкінішке орай енді алыста жүрген жастарымыз қалып қойды. Соның ішіне кіргізе алмадық, өйткені мәлімет жинай алмадық. Және де бүгінгі кезде міне қуанышқа орай біздің уже 16-17 жастағы республикалық дәрежеде біздің жастарымыз өз күштерін, жақсылықтарын көрсетіп жатыр. Соның бәрі енді міне бірінші орындар бар, екінші орындар бар республикалық деңгейде. Сондықтан енді тағы да өседі ғой. Тамаша. Енді жалғастыра отыра, мен осы өздеріңіздің Аққулы ауданының орталықтандырған кітапханасы туралы сұхбат сұрағым келіп отыр. Енді ол туралы осы кітапхананың әдіскері айтып берсе, Майгүл ханым өзіңіз.
негізі адамдардың санасында енді бұрыннан бері кітапхананың дәстүрлі бейнесі қалыптасып қалған ғой. Кітап, кітапханашы және кітап деген. Бірақ бүгінгі таңда бұл стереотиптерден шығып жатырмыз. Шыққалы өте көп болды. Қазіргі кітапхана бізде коммуникациялар алаңына айналған. Яғни бұл жерде тек қана оқырман мен кітапханашы емес, бұл жерде жалпы адамдардың жиналуына, олардың өздерінің қалай айтсам нелерін ашуға, мысалы кітап оқуға келе алады, өздерінің жұмыстарын жасауға келе алады, әртүрлі форматтағы кездесулер өткізіледі. Соның біріне тоқталып өтсем, осы 1 жылдан асты кешкі кітапхана жобасы жұмысын жүргізіп жатыр біздің кітапханада. Сонда мысалы әртүрлі мастер-класстар болады. Тігін өнерін үйретеді, ақындық өнерге үйретеді, сурет салуда мысалы арт кештерін ұйымдастырып отырады. Сонымен қатар мысалы отбасы күніне арналған әрбір мерекелерді қамтып отырсыз. Иә, мерекелерді ғана қамтыған, мерекелерді де қамтимыз. Жай мысалы кешкі форматта фильм көрсетуге болады. Сол ауыл жастарының кешкі уақытын тиімді, пайдалы, қызықты өткізуге атсалысуға тырысудамыз. Сонымен қатар мысалы жыл сайын біздің жылдық жоспарымыздан басқа да әртүрлі ауқымды шаралар өткізіліп отырады. Кітапхананың жұмысы жылдан жылға жаңғыруда. Мысалы Әбіш Кекілбаев айтып кеткен ғой, адамда адам еткен кітап, адамзатты адамзат еткен кітапхана деп. Сондықтан бұл кітапхана аудан тұрғындары, ауыл тұрғындарының өмірінде үлкен рөл ойнайды деп ойлаймын. Үлкен рөл алады. Және мысалы балалар мектеп кезінен бастап біздің балалар әдебиеті бөлімі бар. Ол қазір мысалы коворкинг деп аталады. Ол коворкингтарға айналған бұрыннан бері. Павлодар облысында алғаш болып ашылған коворкингтардың бірі осы Аққулы ауданында ашылған. Иә, осы қазіргі таңда Қарақалада бар коворкинг, біздің өзіміздің Аққулыда бар, Ямышев ауылында бар, және де ары қарай Жамбыл, тағы да үлкен ауылдарда ашу жоспарлануда осы коворкингтарды. Барлық кітапханалар мысалы интернетпен, соңғы үлгідегі нелермен, заманауи форматтағы бүкіл құрал жабдықтармен жабдықталған. Және де еркін стильде, мысалы өздерін еркін сезіну үшін мысалы жұмсақ жиһаздармен бәрімен қамтылған үстел стол ойындары балалар үшін келіп бос уақыттарын өткізеді. Мысалы қазіргі каникул демалыс кездерінде балалар әдебиеті бөліміне келіп ойнап кетеді, кітаптарын оқып кетеді. Сондай қызықты шаралар өткізіледі. Тамаша. Енді біліп жатырмыз, өзімде осы қызығып отырмын. Яғни шағын ғана кітапхананың аудан бойынша қандай ауқымды жұмыстар жүргізіп жатқаны туралы шынымен өте керемет. Ал енді бізге де берілген уақытта шектеулі демекші, сондықтан өздеріңізден бірден осы таңғы бағдарламаның көрермендеріне Аққулы ауданының бағдарламаны көріп отқан көрермендер болса өздеріңіздің ізгі тілектеріңізді, сәлемдемелеріңізді жолдасаңыздар болады. Өзіңізден бастасақ, Дәулет мырза. Сәлем жолдаймын. Енді барлық көрермендерге таңғы ақпаратқа рахмет шақырып отырғаныңызға. Енді барлық білетін кісілер, әріптестеріме таңғы сәлем жолдаймын. Көптілеу. Өзін айтып берсең. Мен айтып кеткенде қазір бірінші Дарико Абаққызына тағы рахмет айтқым келеді. Осындай бізді елеп ескеріп, осындай кітапқа, былай айтқанда тарих бетіне енгенімізге осы кісінің арқасы, ұжымы көп рахмет айтам. Және жаңа күн бағдарламасы сіздерге рахмет. Туыс туғандарыма, ата-анама сәлем жолдаймын ең бірінші. Туыс туғандарыма, достарыма, барлық Павлодар өңірінің адамдарының барлығына сәлем. Майгүл ханым, өзіңіз таңғы тілегіңізді білдірсеңіз. Сіздерге біріншіден алғысымды білдіргім келеді. Біздің ұжымымызды ескеріп, осындай ауқымды шарамызды ескеріп, бізді қонаққа шақырып отқандарыңызға, осы бағдарлама көрермендер көбейе берсін. Әмин деп қойды. Сіздерге тек қана табыс тілеймін, биік белестерді бағындыруларыңызды тілеймін. Сол, енді көріп отырған барша көрермендерге, таныстарыма сәлемімді жолдаймын. Рахмет. Ал Дарико ханым, өзіңіздің түйініңізді айтып өтсеңіз болады? Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, куә болып отырсыздар. Енді осылай міне жастарымызға мотивация беріп, әрдайым алға итермелеп,
дамытуға үлес қосып, өз қол ұшымызды беріп отырсақ, өте керемет болады деп ойлаймын. Енді сондықтан осылай жастарымыз жасай берсін, алға баса берсін, биіктен көрейік. Өзіміздің ауданымызда талантты жастар өте көп. Енді солардың барлығын осы кітапты айтып отырмыз ғой, жалғастырамыз. Осы кітаптан көрейік барлықтарын. Енді жалпы сізге рахмет, осылай бізді бүгін осы бағдарламаға шақырып, біздің жастарымыз туралы мәлімет беріп отырмыз. Және де барлық облыс кітапханашыларына үлкен сәлемдемемді жалдаймын. Жақсы болайық, алға басайық, Қазақстанымыз дамый берсін. Тамаша. Еміншіден өздеріңізге алғыс білдіреміз, студияға алтын уақыттарыңызды бөліп, Аққулы ауданынан бірден осы студияға келіп керемет сұхбат ретімен бөлісіп отырғандарыңызға. Және осындай жастарымыздың еңбегін бағалап, еңбегін ескеріп, көпшіліктің назарына кітап ішіне салып, көрерменге енді кітап асыл қазына дейді ғой қайтып келмен. Оның ішіндегі барлығы жазылған, ол алтын ментен деп айтып жатады. Сондықтан осындай қазынаның ішінде осындай жастарымыздың еңбегін бағалап жатқандарыңызға үлкен бір алғыс білдіреміз. Өнерлі, табысты жастарымыз көбейе берсін ең біріншіден. Осындай көңіл күймен бізде бағдарламаны жалғастырайық. Дәл қазір шағын үзіліс, қымбатты көрермен. Содан соң бағдарламамызды тағы бір меймандарымызбен жалғастырамыз. Таңғы ақпараттармен бөлісетін боламыз.